Барлықтарыңызға сәлем. Мен салмақ тастау кезінде осындай лаваш лепешкаларынан түрлі дәмді тамақтар жасап жегенді жақсы көремін. Көбінесе таңғы асқа дайындағанда ішіне жұмыртқа, сыр, әртүрлі көкөністер салып дайындайтын едім. Бүгін ішіне осындай майлы емес, постный фаршты салып дайындап көргім келді. Өте дәмді болып шықты, маған ұнады. Енді дәл осы тағамды жиі жасайтын боламын. Ең алдымен бір сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Оны қызып тұрған сковородкаға салып, үстіне майлы емес фаршты қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, тағы да араластырып, бетін жауып 15-20 минуттай орташа отта бұқтырып аламыз. Дайын болған фаршты басқа ыдысқа салып аламыз. Сковородканы жуып, құрғатып, қайтадан қыздырып, бетіне осылай лавашты төсейміз. Ішіне сырды саламыз. Одан кейін жаңағы фаршымызды саламыз. Қайтадан бетіне сыр сеуіп, үстіне осылай зелень сеуіп, барлығын осылай конверт қылып ораймыз. Енді құрғақ сковородкада бұл конвертті бір жақ беті қызарғанша ұстаймыз. Бір жақ беті қызғаннан кейін екінші бетіне аударып, тағы да 5 минуттай қызартып аламыз. Конвертіміз дайын. Енді мен соус дайындағым келіп тұр. Соусқа грек йогурты мен барилла соусын қолданатын боламын. Екеуін қосып, араластырып, кішкене дәміне қарай тұз қосып жібердім. Барлығын жақсылап араластырып, осындай дәмді соус дайындаймыз. Мұндай фарш қосылған ПП конверттерді мен таңғы асқа, полникке жиі жасағанды жақсы көремін. Егер рецепт ұнаған болса, міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымнан оңай әрі қолжетімді түрлі ПП рецептерді таба аласыздар.